Сәлем, жағдайларыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге тортты, тәтті бәліштер, пирожниларды жалпы қандай заттармен қалай қолданамыз және оны қай жақтан аламыз, толық ақпарат берейін дедім. Маған көптеген хаттар жазылады. Әрбір заттардың аты қалай аталады, оны қай жақтан алуға болады, оны қалай жасаймыз деген сияқты. Мен бүгін осы каналымда осы туралы толық ақпарат берейін дедім. Алдымен маған каналыма жазылып қойыңыздар және комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Қыздар, бізге ең алдымен қажетті таразы. Таразы бұл өлшеммен тура салсаңыздар, сіздердің торттарыңыз өте тамаша шығады. Негізі пиалаймен өлшепте салуға болады, бірақ дегенмен мына таразының өлшеміне көзбе-көз нормада салынбайды. Сондықтан міндетті түрде бірінші таразыны алғандарыңыз жақсы. Таразбен қолданғандар жақсы. Ал мына силиконовый жаңа формалар, бұнда шоколадтарды ертіп құяды. Оны торттың бетінде әсемдік үшін қолданамыз. Алдағы күндері шоколадты қалай ертеміз, қанша градус температурада, бұл қалыпқа қалай құямыз, қалай сақтаймыз, қалай қоямыз, оның барлығын айтатын боламын сіздерге. Сіздер тортты істеген кезде, яғни смесімізді араластыратын кезде міндетті түрде тостағымыз осындай шыны болу керек. Пластмасса болса, жоқ болса болады, бірақ шыны ыдыста смесімізді араластырып алғанымыз жақсы. Және осындай венчик міндетті түрде болу керек. Ал вилкамен, яғни шаншқымен араластыратын болсаңыздар, кішкене толық араласпай, қамық-қамық болып қалуы әбден мүмкін. Мынандай тостақтар өте керек, яғни бұның бір ерекшелігін айтайын сіздерге. Бұл әрбір тостақтың ішінде мынандай өлшемдері жазылған. Осы өлшемдермен құя берсеңіздер болады. Осы жер торттардың астына қоятын подложкалары. Яғни торт ыдыстарының астына осы подложкаларды қойсаңыздар, өте торттарыңыз таза, эстетика, әдемі көрінеді пішетіне. Мынау қатты кардон сияқтысы, мынау кішкене жұқалауы, бірақ сары түстісі, мынау ақ түстісі бар. Ал және біздің неміздің сан торттарды істеген кезде осындай сан трафареттері бар. Жаңа қамырды, яғни тестамыздың үстіне қойып, осылармен жаңағы тура етіп шығады. Бұл насаткілер торттың кремдеріне жағуға арналған. Бұны мынандай арнайы кондитер мешокқа саламыз, бас жағын кесіп тастап, осы насаткіні қоятын боламыз. Яғни мына жерде обычно, яғни вупипай тортқа арналған шариктерді шығаруға болады, ал мына жерде кішкене гүлдеп қоюға болады, әсемдеп кремдерімізді. Және мынау біздің торттың бетіне кремдері толық тегістеуге арналған. Мынау лопатка өте керек бұл, яғни масалқыларды, мынандай тостақтардағы пон масалқылардың барлығын сырып жаңағы шығарылады. Бізде мынау мастика кесетін қалып, яғни алдағы уақыттары мастикамен қалай жұмыс істеу керек, оны қалай аламыз, қалай қолданамыз, оған арнайы бір жаңағы канал, яғни сағатымды арнаймын, сонда полный көрсететін боламын. Мынандай фломастерлермен бұл арнайы осындай торттардың бетіне жаңа мерекелік туған күн кештерінің аты жөндерін жазып қоюға арналған. Бұл кәдімгі фломастер емес, именно осы кондитерлік магазиндерде сатылады. Осы тәтті торттардың, бәліштердің бетіне жазуға арналған. Яғни мына жерде мынандай мастикамен істелінген осындай әдемі нелер бар. Осылардың барлығы мастика. Алдағы күндері мен мастикамен жұмысты полный сіздерге айтып беретін боламын. Жаңағы сүзбелерді, творктарды осымен араластырған жақсы. Мынандай венчикпен де араластыруға болады, бірақ мынау сияқты толық араласпайды, ішінде қамық-қамық болып қалады. Мынау өзі доққа қосылып, әдемі араласады. Негізі осындай алып алғандарыңыз өте жақсы, дұрыс. Жаңа сметаник, творожник бәліштерге арналған. Және тағы басқаларды
езе беруге болады. Ең керегі бізге осындай ашылып жабылатын қалып, яғни біз корждарымызды, пирогтарымызды осындай қалыпқа салып істесек жақсы. Ал кәдімгі тапаларға істесеңіздер, ол торттарыңыздың асты жаңағы ала алмай қалуларыңыз мүмкін. Ал мынандай асты бөлек алынған соң, мынандай пергамент қағазын мынаған салып істесеңіздер, сіздердің корждарыңыз мүлдем жабыспайтын болады. Болмаса мынандай фольга қағаздары бар. Фольга қағаздары негізі мынандай ыдыстарға пергамент қағаздарын саласыздар. Ал фольга қағазды сіздер мынандай қалыпқа, осы қалыптың астына фольгамен толық орап шығып, ішіне масалқымызды, жаңағы смесімізді құйсаңыздар, бұл осы жерде суыған соң асты әдемі алынатын болады. Және қыздар, міндетті түрде мен сіздерге айтайын дегенім, осындай силиконовый немі жаңағы пирожки, самса, қамырларды осындай силиконовый неге спраға, яғни жайсаңыздар, оның бір ерекшелігі, яғни бұл жерде барлығының жаңағы сантиметрлері жазылған. Қанша миллиметр, сантиметр, сол кезде осы көлемге дейін сіздер оқтаумен жаятын болсаңыздар, сол корждарыңыз, яғни самса істегенде, болмаса Наполеон торт істеген кезде қамырларыңыз қалың болып қалмайды. Тура осы біріншіден дөңгелек болып шығады көлемдері, осының ішінде, екіншіден жұқа өз нормасында жайылады. Барлығын айтқан сияқтымын. Енді осыларды қалай қолдану керектіктерін алдағы видеоларда әрбір затты істеген кезде толық ақпарат беріп отыратын боламын. Және мені видеом ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, қалай қолдану керек, тағы да ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Және міндетті түрде менің арнама тіркеле кетіңіздер.